Я Раббым, маған жүрегімдегі күнәні көрсет, әсіресе күйеуіме деген. Мен оны дұрыс жақсы көрмегенім, құрметтемегенім үшін, оған ашуланып, оны сынап, кекшіл болғаным үшін кешірім сұраймын. Маған реніштен, ашуланудан және көңілсіздіктен арылуға көмектес. Я Раббым, күйеуіммен болған сен ұнатпайтын іс-әрекеттерімді өзің ғана кешіре аласың. Жүрегімдегі оған деген өкпе-ренішті толығымен өшіріп, өткенді еске салмайтындай етуіңді сұраймын. Маған күйеуімді сол күйінде қабылдауға көмектесуіңді сұраймын, Раббым. Расында сен барлығын құлың үшін жеңілдеткің келеді. Мен оның мүлде басқа адам бола алмайтынын түсінемін, бірақ сонымен бірге оның бойындағы ғажайып өзгерістерге сенемін. Оны тек сен ғана жасай аласың, Раббым. Оны өзіңе қолайлы етіп өзгертуіңді сұраймын. Я Раббым, сен ғана кәмілсің, кемелдікке, өзің бұйырғаныңдай қарым-қатынаста болуымызды нәсіп етіп қойшы, Раббым. Мен сенің рахымыңа, мейіріміңе мұқтажбын. Әмин.